Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, тәтті, жеміс-жидектерден жасалатын пайдалы шай дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға бірінші қара шай саламыз, үстіне қайнап тұрған суды құйып қайнатамыз. Одан соң видеодағыдай алманы бір майда бөліктерге бөліп тураймыз. Одан соң қайнап тұрған шайымызға малина мен алманы салып жақсылап араластырамыз. Оны 10 минут қайнатқан соң дәміне қарай қант салып жақсылап тағы да араластырыңыз. Қантты салған соң 5 минут қайнатып аламыз. Шайнекке құятын кезде осылай сүзгіштен сүзіп алып құйыңыз. Сонымен біздің өте тәтті, дәмді жаздық шайымыз дайын. Бұл шайды өзіңіз жасап көрсеңіз, сізге бірден ұнайтынына сенімдімін. Және де егер рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз, ас болсын.